Сәлем достар, сіздермен бүгін сүтті қажет етпейтін жұп-жұмсақ блинныйдың рецептімен бөлісемін. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Одан соң үстіне күнбағыс майын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы суды құйып, тағы да араластырып, оның үстіне алдын ала илектен өткізілген ұнды 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Және жақсылап түйіршік қалмайтындай араластырамыз. Енді ыстық қайнаған суымызға 1 шай қасық содамызды саламыз. Бұл соданың дәмі блиннан шығып тұрмау үшін. Енді осыны жаңағы дайын болған қамырымызға құямыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Бізде міне осындай сұйықтық дайын болды. Енді табамызды қыздырып, май жағып, қамырымызды құйып, орташа отта пісіреміз. Міне достар, біздің сүтті қажет етпейтін жұп-жұмсақ блинниларымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.